Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Майзада, АИ+ республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәні мұғалімімін. Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Жаңа тақырыпқа көшпестен бұрын өткен сабақтың бақылау жұмысын талдайық. Сонымен бірінші сұрақ: бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылатын сөйлемді анықтаңыз. Выберите предложение, в котором ставится тире между подлежащим и сказуемым. Жауап Б. Жақсы, ісімен жақсы. Жақсы, сызықша, ісімен жақсы. Екінші сұрақ: сөйлем мүшелерінің саны қанша екенін анықтаңыз. Сколько имеется членов предложения? Жауап С. 5. Бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, толықтауыш және бесіншісі пысықтауыш. Үшінші сұрақты көрейік. Не сұрағына жауап беретін сөзді көрсетіңіз. Какое слово отвечает на вопрос не, что? Жауап А. Білім. Не білім. Б жауабын көрейік. Баланың, кімнің? Дұрыс емес. С. Әке шешесіне, кімге? Бұл да дұрыс емес. Және Д. Қаладан, неден, қаладан. Дұрыс емес жауап. Төртінші сұрақты көрейік. Асылған сөз қай сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр? Каким членом предложения является подчеркнутое слово? Біз отаншыл болуымыз керек. Кім отаншыл болуымыз керек? Біз. Бұл. А жауабы бастауыш. Бесінші сұрақ: дұрыс құрастырылған сөйлемді анықтаңыз. Выберите предложения, которые составлены верно. Жауап бізде Д. Мен кеше таңертең Астанадан келдім. Алтыншы сұрақ: мына сұрақтарға жауап беретін сөйлем мүшесі қалай аталады? Какой член предложения отвечает на данные вопросы? Жауап Б. Бастауыш. Бастауыштың негізгі сұрақтары кім, не. Жетінші сұрақ: сөйлемді аяқтап, ойды тиянақтап тұратын сөйлем мүшесі. Какой член предложения заканчивает мысль? Жауап бізде С. Баяндауыш. Себебі баяндауыш әрқашан сөйлемнің соңында. Және сегізінші сұрақты көрейік. Сөйлемдегі баяндауыш қай сөз табынан жасалған? Какой частью речи выражено сказуемое в данном предложении? Сөйлемді оқиық. Бұл үйдің балалары бір-біріне өте тату. Бір-біріне қандай? Ал қандай сұрағына жауап беретін сөз табы сын есім. Сегізінші сұрақтың дұрыс жауабы А. Тоғызыншы сұрақ: бастауышта, баяндауышта атау тұлғадағы сан есіммен жасалғанда бастауыштан кейін қандай тыныс белгісі қойылады? Какой знак препинания ставится между подлежащим и сказуемым, если оба главных члена выражены числительным? Жауап Б. Сызықша, тире. 10-шы сұрақты көрейік. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін табыңыз. Укажите главные члены предложения. Жауап Д. Бастауыш, подлежащее, баяндауыш, сказуемое. Ал енді жаңа тақырыпқа көшейік. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері. Второстепенные члены предложения. Второстепенные члены предложения – это те, которые находятся в подчинительной связи с главным членами предложения и служат для их дополнения, уточнения, определения и пояснения. Мағынасына қарай үшке бөлінеді. Анықтауыш – определение, толықтауыш – дополнение және пысықтауыш – обстоятельства. Бірінші түрі анықтауыш. Ол сөйлемде негізінде зат есіммен жасалған сөздердің сын, сапа, сан, мөлшер және меншіктік жағынан сипаттайтын тұрлаусыз мүше екен. Определение – второстепенные члены предложения, обозначающие признак, качество, свойства предмета или указывает на порядок предметов при счете. И отвечает на вопросы қандай, какой, қай, который, нешінші, какой, который, неше, қанша, сколько, және кімнің, ненің, чей. Определение подчеркивается с волнистой линией. Мысалы, үстелде қоңыр қарындаш жатыр. Қандай қарындаш жатыр? Қоңыр. Бұл анықтауыш. Екінші сөйлем: Анардың кітабы анда жатыр. Кімнің кітабы? Анардың. Анықтауыш. Және үшінші сөйлем: Ол үшінші курста оқиды. Ол нешінші курста оқиды? Үшінші. Анықтауыш. В предложении определение может быть выражено такими частями речи: сын есім прилагательное, зат есім существительное, сан есім числительное,
есімдік местоимение және етістік глагол. В казахском языке существительные в родительном падеже ілік септігінің жалғауы будут определением. Перед вами несколько предложений. Найдите определение, то есть анықтауыш. Переходим к разбору. Бірінші сөйлем: шақырылғандардың билеттері осында. Кімдердің билеттері? Шақырылғандардың. Екінші сөйлем: ол 7-ші үйде тұрады. Ол нешінші үйде тұрады? 7-ші. Анықтауыш. Үшінші сөйлем: бүгін қызық кино болады. Бүгін қандай кино болады? Қызық. Анықтауыш. Төртінші сөйлем: бұл дәрілік шөптерден жасалады. Бұл қандай шөптерден жасалады? Дәрілік. Анықтауыш. Және соңғы сөйлем: бүйректің қызметі күрделі. Бұл жерде анықтауыш бүйректің. Ненің? Бүйректің. Бұл зат есім ілік септігінің жалғауы арқылы анықтауыш болып тұр. Екінші сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі толықтауыш. Ол сөйлемде атау мен іліктен басқа барлық септік сұрақтарына жауап беріп, сөйлемді толықтыратын тұрлаусыз мүше. Дополнение: второстепенный член предложения обозначает предмет или лицо, являющийся объектом действия, выраженного сказуемым, и отвечает на вопросы косвенных падежей. Толықтауыштың сұрақтары барыс септік кімге, неге, табыс септік кімді, нені, жатыс септігі кімде, неде, шығыс септігі кімнен, неден, және көмектес септігі кіммен, немен. Дополнение подчеркивается пунктирной линией. Мысалы: алма кітапты кітапханадан алды. Алма нені алды? Кітапты. Бұл толықтауыш. Және екінші сөйлем: мен институтқа сабаққа бардым. Неге бардым? Сабаққа. Толықтауыш. Если предложение отсутствует подлежащее, то в таком случае дополнение ставится в начале предложения. Мысалы: сендерді шақыра алмадық. Кімдерді шақыра алмадық? Сендерді. Бұл толықтауыш және сөйлемнің басында. Перед вами несколько предложений. Найдите дополнение, задайте к ним вопросы и определите падеж. Ал енді талдайық. Бірінші сөйлем: Марат Асанмен театрға барды. Толықтауыш Асанмен, кіммен, көмектес септігі. Екінші сөйлем: Серік Арманға кітабын берді. Екі толықтауыш бар. Кімге берді? Арманға. Барыс септігі. Нені берді? Кітабын. Табыс септігі. Және соңғы сөйлем: бізге Асқардан хат келді. Екі толықтауыш бар. Кімге хат келді? Бізге. Барыс септігі. Кімнен хат келді? Асқардан. Шығыс септігі. Және соңғы түрі пысықтауыш. Ол сөйлемде іс-әрекеттің жай-күйін, сын сипатын, мөлшерін, мезгілін, себебін, мақсатын білдіретін тұрлаусыз мүше. Обстоятельства второстепенный член предложения, обозначающий признак действия. Предложение обстоятельства зависит от сказуемого. Пысықтауыштың сұрақтары: қалай, как, қайда, где, куда, қашан, когда, қайдан, откуда, неге, зачем, почему, және не үшін, для чего. Обстоятельства подчеркивается пунктиром с точкой. Мысалы: оқушылар жаңа сөздерді тақтаға жазды. Қайда жазды? Тақтаға. Пысықтауыш. Екінші сөйлем: қыста күн суық болады. Қашан күн суық болады? Қыста. Пысықтауыш. Және соңғы сөйлем: мен үйге ерте келдім. Бұл жерде екі пысықтауыш бар. Қайда келдім? Үйге. Және қашан келдім? Ерте келдім. Перед вами несколько предложений. Найдите обстоятельства и подчеркните. Теперь разберем. Бірінші сөйлем: бүгін Асқар келеді. В этом предложении обстоятельства бүгін, сегодня отвечает на вопрос когда, қашан. Екінші сөйлем: ол үйге қарай кетті. Обстоятельства үйге қарай, домой. Қайда, куда. Үшінші сөйлем: Володя қазақша сөйледі. Қалай сөйледі? Қазақша. Отвечает на вопрос как. Төртінші сөйлем: мен сені сағынып келдім. Қалай келдім? Как пришел? Сағынып. Бесінші сөйлем: әсем дүкенге кітап алғалы келді. В этом предложении два обстоятельства.
Қайда келді? Дүкенге. Куда пришел? Дүкенге. Не үшін келді? Кітап алғалы келді. Зачем пришел? Кітап алғалы. 6-шы сөйлем өкпе кеуде қуысында орналасады. В этом предложении обстоятельства кеуде қуысында. Отвечает на вопрос қайда, где. Бүгінгі жаңа тақырыпта сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері 3-ке бөлінетінін білдік. Жаңа тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.